Президент Астана әкімі Жеңіс Қасымбекке 1 жыл уақыт берді. Онлайн платформа мен онлайн жарнама туралы заңға қол қойылды. Ресейлік депутат Қазақстанда русофобия бар деп тағы сандырағын бастады. Қазақстан үнемі жанар-жағармай материалдарының тапшылығына тап болады. Оның себебі неде? Баршаға сәлем. Жоғарыда аталған маңызды жайттарға тоқтала кетейік. Кеттік. Күні кеше президент онлайн платформа мен онлайн жарнама туралы заңға қол қойды. Енді блогерлер желідегі жарнамасын таңбалауға, салық төлеуге міндеттеледі. Сонымен қатар заң жобасына сәйкес жалған ақпарат үшін жаңа айыппұл енгізіледі. Жалған ақпарат көп зиян тигізбесе 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 69 мың теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Егер дәл осы әрекетті қайталаса, айыппұл 2 еселенеді. Бұл инфлюенсерлер мен блогерлер жасаған ақпаратты реттеудің маңызды және алғашқы қадамдарының бірі. Шын мәнінде қазіргі жағдайда жарнаманы орналастыру экономикалық қатынастарға қатысты либералды заңнама. Бұл ретте бұқаралық ақпарат құралдары мен блогерлерге теріс, жалған ақпарат таратқаны үшін бірдей жауапкершілік артылғаны жөн. Әрине, институционалдық медиа ұзақ уақыт бойы мемлекеттік реттеу орбитасында болғаның және блогерлерден бұл тұрғыда ұтылып жатқаны жасырын емес. Нарықтағы ойын ережелерін тең ету, яғни контент арқылы ақша табатындар кәсіпкерлермен тең болуы шарт. Жалпы жарнама туралы заңды қарастыру не себепті маңызды болғанын бәріміз білеміз. Өкінішке орай әлеуметтік желі арқылы халықты адастырып, қаржы пирамидаларына тартып, нәтижесінде кредитке бешесінен батып жатқан қоғам артты. Енді белгілі бір аудиторияға ықпалы бар ойымен халық санасатын блогерлер өз қызметіне жауапкершілікпен қарап, жарнама жасар алдында ойланып алар. Көрші елде Қазақстанға қатысты кезекті сын айтылды. Ресейлік депутат Виктор Соболев Ресей Қазақстанды азаматтық соғыстан құтқарып қалса да, елде русофобия бар деп мәлімдеді. Русофобия бізде латын қарпіне көшуге шешім қабылдаған кезден барын, әрі бұл мәселеде батыс бізге барынша қолдау көрсетіп жатқанын айтты. Бұған қатысты Сыртқы істер министрлігінің өкілі Айбек Смадияров бұл бос сөз, десе де министрлік бұны ескереді деп жауап берді. Ресейдің Қазақстанға қатысты сыртқы саясатын мемлекет басшысы мен Ресейдің сыртқы саяси ведомствосы айқындайды. Біз мұндай бос сөздерге назар аудармаймыз, бірақ ақпарат ретінде міндетті түрде ескереміз деді. Неліктен Қазақстан үнемі жанар-жағармай материалдарының тапшылығына тап болады? Естеріңізде болса, 3 шілдеде Маңғыстау атом энергия комбинатында қазандық қуаттылығының күрт өсуіне байланысты 130 мегаватт қуат блогы апатты жағдайда тоқтатылды. Нәтижесінде Атырау әкімшілік орталығы, Атырау мұнай өңдеу зауыты, Новороссийск қаласындағы Каспий құбыр консорциумының мұнай құбыры және елдің мұнай-газ саласының басқа да кәсіпорындары электр қуатынсыз қалды. Атырау мұнай өңдеу зауытының жұмысындағы іркіліс Павлодар мұнай химия зауытының жоспарлы жөндеуде тұрған уақытта, яғни зауыт 19 шілдеге дейін жұмысын тоқтатқан кезде орын алды. Ал Шымкент мұнай өңдеу зауытында ақау табылып, салдарынан зауыт ішінара 11 күнге тоқтатылған еді. Қазақстан мұнай мен газ қоры бар посткеңестік республикалардың көпшілігі сияқты мұнай өндіру мен мұнай өңдеуден мұнай және газ химия өнеркәсібіне қайта бағдарлануды жоспарлап отыр. Бұл стратегия табиғи ресурстарды өндіретін елдерге орта мерзімді перспективаларда кірістерді сақтауға және көбейтуге көмектеседі. Орталық Азия ауқымында Қазақстанның газ және мұнай химия салаларын дамыту өте қарқынды. Астана көршілерінен бұрын мұнай өңдеу тереңдігін ұлғайту, газ химия өндірістерін құру, өнім саласын арттыру мәселелерімен айналысты. Нәтижесінде ел полипропилен өндірісінде серпіліс жасады. 5 жыл ішінде оны жаңа өндірістерде жылына 0,5 миллион тоннаға жеткізді. 2023 жылы Қазақстан бұл көрсеткіштен асып түсуге ниетті. Сондай-ақ полиэтилен өндіру бойынша жобаларды іске асыруға дайындалуда. Елде 3 ірі мұнай өңдеу зауыты бар. Олардың жалпы қуаттылығы жылына 20 миллион тоннаға жуық. Бірақ осыған қарамастан неге жыл сайын Қазақстан жанармай тапшылығына тап болады? Қазақстандағы басты проблема елдегі мұнай өңдеу қуатының үлесі жанармай өндіру көлемінен аз. Соның нәтижесінде өңдеу өнеркәсібі жеке өнімге ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін барынша жұмыс істеуде. Қазақстанда соңғы 10 жылда мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту бағдарламасы жүзеге асырылды. Өңдеу тереңдігі арттыру және ашық түсті мұнай өнімдерінің көлемін ұлғайту үшін зауыттарда жаңа процестер енгізілді. Сонымен бірге ел ішінде оларға деген сұраныс арта түсті. Осыған қарамастан елдің соңғы 10 жылдықта өскен ішкі сұранысты толық қамтамасыз етуге мүмкіндігі жеткіліксіз. Сол себепті сарапшылардың ойынша өндірілетін ашық түсті мұнай өнімдерінің жартысы ішкі сұранысты қанағаттандырып, екінші жартысы шетелге сатылу үшін өңдеу қуатын кем дегенде 2 есеге арттыру керек. Бұл жерде басты мәселе мұнай өңдеуді жоғары деңгейге дейін арттыру ресейлік инвесторларға қаншалықты қызықты болады. 2010 жылдармен салыстырғанда қазір Ресей көршілес елдерге инвестиция салуға ықылас танытпайтынына әкелуі мүмкін.
Кеше Тоқаев елорданы дамыту мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Президент Астана әкімі Жеңіс Қасымбекке 1 жыл уақыт берді. Ең алдымен бүгін айтылған міндеттерді дер кезінде әрі сапалы орындау керек. Астана бас қала деген атауға лайық болуға тиіс. Астана көркейсе, бүкіл еліміздің еңсесі биік болады. Әкімге қаланың ахуалын жақсы жағына қарай өзгерту үшін 1 жыл уақыт беремін. Сіздің жұмысыңыз менің бақылауымда болады. Барлық қажетті көмекті көрсетеміз. Бірақ жұмыстың негізгі өзегі сіздің қолыңызда. Табыс тілеймін, деді президент. Астана бойынша көтерілген мәселелер: су тапшылығы, коммуналдық кәсіпорындардағы тағайындаулар, 3-ші жылу электр орталығы және газ қазандығын салу, тұрғын үй құрылысын ретке келтіру, үлескерлер мәселесін шешу, апатты үйлерді бұзу, қаланың барлық тұрғындары үшін инфрақұрылымға тең қолжетімділік, сапалы медициналық және білім беру қызметтерінің қолжетімділігі, ұялы байланыс сапасын жақсарту сынды елорданы дамытуға бағытталған мәселелер. Бір жағынан 1 жыл тым аз уақыт сынды, ал екінші жағынан жүйелі түрде жасалса, бәрі де мүмкін дүние. Сол себепті келесі жылға дейін бұл мәселелер шешіліп жатса, бүгінгі кеңестің тиімді жүргізілгені. Бүгінге айтар ой осы. Алып қосарыңыз болса, видео астына комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат. Келесі кездескенше.